Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен мерекелік дастарханға арналған екі бірдей тіске басарды дайындаймыз. Ал видео басталмас бұрын алдымен менің арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бірінші тіске басарымызды баялдымен кәдеден жасаймыз. Ол үшін бізге бір баялды, бір кәді керек болады. Әдетте біз баялды мен кәдіні майға қуырып алатынбыз, бірақ бүгінгі рецептті мен пеште дайындауды көрсетемін. Ол үшін бізге бір жұмыртқа және дәміне қарай тұз бен бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз. Сондай-ақ бізге осындай кептірілген нанның ұнтақтары қажет болады. Енді баялдымызды бірінші жұмыртқамызға саламыз, одан кейін кептірілген нан ұнтақтарына аунатып аламыз да табақтың бетіне тізіп шығамыз. Баялды мен кәді бір уақытта піседі, сол себепті бір табақтың бетіне орналастыра берсек болады. Барлығын орналастырып болғаннан кейін әрқайсының бетіне осылай өсімдік майынан жағамыз. Шамамен жарты шай қасықтан кетеді әрқайсына. Пешімізді 200 градус температураға қойып, жұмсарғанша пісіреміз. Шамамен 15 минут болады. Нәтижесінде баялды мен кәдіміз осындай қызыл сары түске еніп, өте дәмді болып шығады. Сондай-ақ майға қуырғаннан қарағанда пеште пісірілген баялды мен кәді анағұрлым пайдалы. Өйткені мұның құрамында соншалықты көп май болмайды. Сондықтан сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, тым болмаса бір рет. Бұл сіздерге де ұнауы керек. Өте дәмді. Ендігі кезекте тіске басарымызға майонезден соус жасаймыз. Ол үшін бізге 3 ас қасық майонезге жарты тісше сарымсақ және кішкене укроп пен дәміне қарай тұз қосып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін баялды мен кәдінің бетіне шамамен жарты шай қасықтан майонезді соусымызды жағып шығамыз. Осыдан кейін баялды мен кәдінің бетіне қызанақтарды орналастырамыз. Әдемілік үшін мен ақ желкенді бетіне септім, алайда бұл маңызды емес. Міне нәтижесінде осындай өте дәмді, көз тартарлық тіске басар шығады. Келесі кезекте мерекелік дастарханның сәнін келтіретін ірімшіктен жасалған тіске басар. Бұл өте дәмді, әрі тіске басар, әрі салат ретінде жүреді. Құрамына қосылатын барлық заттарды осылай ұсақ үккіштен өткіземіз. Алдымен 3 жұмыртқаны, одан кейін 150 грамм ірімшікті, сондай-ақ орташа бір сәбізді қосып, ұсақ үккіштен өткіземіз. Барлығын үккіштен өткізіп алғаннан кейін шұңғыл ыдысқа сәбізімізді, жұмыртқамызды және ірімшігімізді саламыз. Сондай-ақ дәміне қарай тұз бен бұрышты және 2 ас қасық майонезді салып, жақсылап араластырамыз. Бастысы майонезіміз көп болып кетпеуі керек, себебі бірікпей қалуы мүмкін. Сондықтан байқайтын боламыз. Енді тіске басарымыз дастарханда әдемі болып тұру үшін піскен қызылша, аскөк және күнжіт керек болады. Ірімшіктен жасалған қоспамыздың 1 шай қасығын алақанымызға алып, шарик жасаймыз. Осылайша тіске басарымыздың бір бөлігін күнжітке, екінші бөлігін аскөкке, үшінші бөлігін қызылшаға аунатып аламыз. Бұл тіске басарлар әдемілігімен қатар сөзсіз дәмді. Сонысымен-ақ көпшіліктің көңілінен шығады деген ойдамын. Міне нәтижесінде біз сіздермен осындай әдемі тіске басарды дайындадық. Сіздермен бірге болған қымбат. Келесі видеода көріскенше.